Дубай рестораннан шығып, бірінші заказымды бітіріп, екінші заказыма келдім. Бүгін Мустау деген кафеде, ресторанда, террасасында гендер патиге заказ берген, гендер патидің оформлениесін жасайтын болам. Бүгін менде екінші заказда көмекшілерім көп, 2 шәкіртім бар, 2 балам бар, барлығымыз жабылып, бесеуміз жабылып жүріп осы оформлениені жасап жатырмыз. Натяжнойды жақсылап двойной круглый каркасқа тартып, қалай тарту керектігін көрсеттім, шәкірттеріме үйретіп жатырмын. Қатты тартсаңыздар, өзі тегістеледі, ешқандай үтіктің, ешқандай феннің қажеті жоқ деп көрсетіп жатырмын. Натяжной өзі мата сияқты жұмсақ материал ғой негізі. Көбісі сұрап жатады, осы натяжной потолокты қалай тегістейсіз, қалай сіз теп-тегіс қылып тартасыз деп. Ол натяжной потолоктың материалы өзі мата сияқты жұмсақ қана, тартсаңыз, қатты тартсаңыз тегістеліп қала салады. Кәдімгі канцелярский товар сататын жерде сататын зажимменен қыстыратын боламын мен. Сосын кейін уже шарларын үруге кірістік. Шарларды үріп, қалай жинау керектігін көрсетіп жатырмын. Оның өзінің техникалары бар. Двойка, тройка, четверка деген сияқты бөлінеді. Қалай жинауыңызға байланысты. Оңай әрі тез және әдемі көрінетін техниканы көрсетіп, үйретіп жатырмын шәкірттеріме. Гендер патидің өзінің шарлары бар. Розовый, ашық розовый мен ашық көкті таңдады. Клиенттің өзі бұл гендер патидің тоқ көк пен тоқ розовый цветі де бар. Ол хромовый, бірақ осы ашық түстер әдемі көрінетін негізі. Шарларының бәрін жинап болғаннан кейін бір лентаға оны кәдімгі каркасымызға ілетін боламыз. Осылай әр жеріне лентаны өткізіп байлай саламын. Осылай бір стойкасын жинап іліп алғаннан кейін қосатын жеріне қосып, алатын жерін алып өзгерте беруге болады. Шарлар көп болсын десе, тағы да үстінен шыдайым шармен қосып шығамын. Сосын кейін барып ПВХ-дан жасалған жазуды жабыстырып, оны мен бұл жазуларды кәдімгі иненің көмегімен жабыстырамын, зато кейін алынған кезде ізі қалмайды, орны қалмайды. Көбісі осы ПВХ-дан жасалған жазуды двойной скотчпен жабыстырады екен. Ол двойной скотчтың ертең орны қалып кетеді. Жабыстырылғаннан кейін натяжнойыңызды келесі тойларға қолдана алмай қаласыз. Сол үшін де инемен жабыстырған удобный. Иненің ізі де қалмайды, қалса да көрінбейді. Сіздерге сөйлеп отырып, біраз техниканы айтып тастаппын, бірақ бұл қазір сізге айтып жатқан нюанстардың барлығы курстың 5%, қалған 95%-ін нюанстарын, қыр-сырларын өзімнің авторлық шар бизнесі курсымда толық айтатын боламын. Қатысамын десеңіздер, маған WhatsApp-қа жазсаңыздар болады. Мына жерде оформленияның бәрін болып, енді ең соңында гендер патидің қара шарын істейін деп жатқан едім. Қара шардың өзін уже болған кезімде жарып алдым, соменен саған не себеп екінші шартты дайындай бастадым. Әлде де клиент келген жоқ әлі. Сөйтіп клиентім қыз екенін біліп қоймасын деп, үстіне тағы да көк конфетилерді шашып араластырып қойдым ішінен, не шыққанын білмей қалсын деп. Как будто специально сеуіп қойған сияқты бола қалды. Қалай, сіздерге ұнады ма?